Кім қалды тірі жанда? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзді қарлық. Осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейірғанып мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жаз жіберіп күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күнді ұрлатып, із жоғалтып, ызаменен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қор болып ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топтатанған, арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр. Естілерде ісіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан, ашбақа күпілдектер кісекен деп ұлықтан ұялмай жүр. Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр, одағы ұрығарды тия алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телі тентек, жаза тартып ешбірі сұралмай жүр. Қарындас қара жерге тығалмай жүр, бірінің бірі сөзін құба алмай жүр. Құда тамыр, дос шаран, қатын балаң, оларда бір қалыпты бола алмай жүр. Бір күшті көп тентекті жыға алмай жүр, іште жалын дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен, мас болған жұрттың бәрі не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр, күз күзеуде жанжалсыз бола алмай жүр. Қыс қыстауың, қып-қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оңалмай жүр. Жасы кіші, үлкеннен ұялмай жүр, сұрамсақтар нәпсісін тия алмай жүр. Сәлем борыш, сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз боп сыналмай жүр.